Шыны керек, мен осылай болады деп ешқашан ойламадым. Сауд Арабиясының билігі Мекке мен Мәдина қалаларын жауып тастады. Ал соңғы дерек бойынша бұл індеттен 2788 адам көз жұмған. Карантинге байланысты барлық мешіттер уақытша жабылады. Мен қаншалықты мән бергім келмесе де, жағдайым одан сайын қиындай берді. Ең ауыры, осы жағдайлардың бәрі Рамазан айына келіп түскені. Жылдардың ішіндегі ең қуанышты ай. Жақын жуық туысқандармен кездесетін айда, ал қазір біз жай ғана амандаса алмаймыз да. Жанымның тыныш табатын жерінен айырылғанымды сезіне бастағанда жүрегім қансырап жылайды. Достарымен мешітте кешке дейін әңгіме соғатын едік. Ал қазір үйден де шыға алмайтын болдық. Енді ауыз ашқаннан кейін не істеуім керек? Жай ғана қол қусырып отыруым керек пе? Осыған дейін мені Рамазанмен байланыстырып келген барлық нәрселер кенеттен жоқ болды. Барлығын қайта қалпына келтіру үшін мен қолымнан келген барлығын жасар едім. Менің күш қуатым таусылды. Бұл өмірімдегі ең өкінішке толы Рамазан болды. Бірақ қаншалықты ауыр болса да, мүмкін бұл Рамазанда барлығын жоғалта қоймаған шығармыз. Менде әрқашан ризашылық білдіретін нәрсе бар. Мүмкін мешіттің жабық болуына байланысты үйімді мешітке айналдыратын уақыт келген шығар. Еш нәрсе талассыз барлығы өзгерді. Бірақ мүмкін әрдайым күткен Рамазаным осы шығар. Ешкім сені алаңдатпайды, ешқандай шұғыл шаруа жоқ, тек мен және Алла. Менің өмірімдегі ең қуанышты Рамазаным үшін ең керегі де осы шығар. Аударған Рухани Кезет парақшасы. Осы каналға тіркелуіңізді сұраймын.